Сонымен қатар балаларға берілетін жәрдемақыларда мөлшері артты. Бұл айлық есептік көрсеткішке байланысты өзгеріп отыр. Бірден бастап 3 жасқа дейінгі бала туған аналарға бір жолғы жәрдемақылар бір реттік жүргізу болды деп айтамыз. 149.416 теңге болды. 4 және одан да көп бала туған аналарға 247 мың теңге бір жолғы жәрдемақы тағайындалып отыр. Және де оның балалардың туына байланысты, санына байланысты жәрдемақылардың ай сайынғы жәрдемақысы ұлғайтылып келуде. Жалпы республикалық бюджеттен төленетін жәрдемақыны біздің департамент тағайындайды, ал мынау жұмыс істейтін әйел азаматтарына ол өздерінің жаңағы медициналық государственный фонд социального страхования деп айтамыз, әлеуметтік сақтандыру қорынан өздерінің жалақысына байланысты 40% мөлшерде ай сайынғы баланың 1,5 жасқа толғанға дейінгі жәрдемақысын алып отыр. Сол сияқты көп балалар отбасылардың жәрдемақылары өзгерді. Алтын алқа, күміс алқа, мысалы алтын алқа 29 мың өзгерді, күміс алқа 25.165 теңге болып жалпы өзгерістер енгізіліп отыр бұл таңда зейнетақы бойынша.